Әйелдің жанына керек шипа. Әйелдің өте қауіпті әдеттері. Шектен шығуға таяғаныңның 24 белгісі. Әйел үшін өте қауіпті әдет бар. Энергиясын дымын қалдырмай таратып беретін. Әйтеуір біреуге көмектесу керек болып тұрады. Кейде аса қажет еместерге де бар қуатымызды сарқып беретінімізді байқамайды екенбіз. Есесіне ол адам бізді жақсы көреді деп күтеміз. Ақымақтық. Көбіне бойыңда тасып тұрған қуатыңмен бөлісу оңай сияқтанады. Сосын аяқ астынан күйзеліске тап болып, өзіне дым қалмағанын түсінеді. Өзге түгіл өзіне де шамасы жетпей қиналады. Содан әйел бос, жүдеу, әлсіз, жалпақ тілмен айтқанда тыр жаңалаш қалады. Қорғансыз, қайда барарын, не аларын білмейді. Батарейка бітті деп айтатын адамды таппайды. Әйел өзінің жаны бос қалғанын өте кеш ұғынады. Бар күшін сарқып қойған кезде жаңа қуатты қайдан алады? Қуатың бітті деп жанатын қызыл шам жоқ. Не істеу керек? Күшің біткен кезде бар жоспар әдіре қалады. Уақытлы қуатыңды еселеп отырудың маңызы зор. Бұл ең алдымен өзіңнің жұмыс істеу қарекетіңе кері әсерін береді. Жұмысқа зауқың соқпай қалады. Дер кезінде тоқтап, қуатыңды толтырып алсаң, бұлай зорықпас ең. Сондықтан, әйел өзінің қайта қалыпқа келуіне жүйкесі мен күшін көбірек жұмсайды. Ертеңгі күнді ойламай, бәрін бүгін таратып бере салу жақсы әдет емес. Дегенмен, өз ахуалыңды бақылап отырсаң, рухани күш қуатыңды түбіне дейін жұмсамастан, еселеп отырудың амалы бар екен. Ол үшін оның таусылуға жақын екенін сезінуің керек. Эмоционалды, шұңқыр жақындағанын білудің көптеген белгісі бар. Соның ішінде кең таралғандарын тілге тиек етелік. Бірінші, бөтен адамдар жыныңызға тиеді. Таныс па, бейтаныс па маңызды емес. Кейде мүлде бейтаныс адамдардың жазбасын желіде көріп қалып налисыз. Ренжу қуаттың біткенін көрсетеді. Екінші, түнде көп ойлайсыз. Ұйқыңыз нашар. Ұйқысыздық күштің таусылғанын көрсетеді. Үшінші, түріңіз онша емес болып тұр. Адамның көңіл күйі тоқ болса, не жүдесе, ол бет жүзінде жазылып тұрады. Көз жанарыңыздың оты өшсе, өзіңізге уақыт бөліңіз. Төртінші, тамақты аз жейсіз. Не болмаса, тамақ жеуді ұмытып кете бересіз. Қол тимейді, жұмыс көп, тәбет жоқ, асқазан да бос, жан жүрегіңіз де бос. Бесінші, тым көп тамақ жейсіз. Не болса соны талғамай жей бересіз. Өте қауіпті белгі. Артық салмақ жинап аласыз. Асқазан ауырады. Алтыншы, тамақ жасай алмай қиналасыз. Жасаған тамағыңыз дәмсіз, не күйіп кете береді. Тамақ істеуге ниет жоқ. Жан жүрегіңізді толтыру керектігінің ең тиянақты белгісі. Жетінші, үйдегі гүлдер өліп қалады. Бәрін дұрыс істейтін сияқтысыз, бірақ олар қисайып қала береді.
Мұндай нәрсе өзінің әйелдігін мойындай алмайтын әйелдерде жиі кездеседі. Айнаға қара деген белгі. 8. Күйеуіңіздің құшағына құлауға құлық танытпайсыз. Одан қашасыз. Оның ымдауы, сипалауы жағымсыз. Жалпы асексуал болсаңыз, бұл қалыпты жағдай болуы да мүмкін, бірақ мұндай жағдай тек соңғы кездерде көрініс берсе, онда бұл дабылқақ деген сөз. 9. Ауырып қалдыңыз. Ағзаның санаға беретін нақты белгісі сол. Демал. Адамды күштеп төсекке таңып, біраз өзіне уақыт бөлдіртеді. Сондықтан бас ауырса, тұмау басталса, теріге бірдеңе шықса, әйел өзіне назар салу керек деген сөз. 10. Ештеңеге зауқың соқпайды, еріне бересің. Ыдыс жуғың келмейді. Үй жинауға да. Бұл адамның қатты шаршағандығының белгісі. Салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыстап демалып, ұйықтауды қалыпқа келтіру керек. Демалыс деген телефон шұқылау емес. 11. Күйзеліс, жағымсыз ойлар. Осындайды байқап қалдыңыз ба? Дереу күш қуатыңызды еселеңіз. Ойларыңыз жүзеге аспай тұрғанда, оларды өзгерттіңіз. 12. Таңертең ояну қиын. Жата тұрғың келе береді. Зорыққанның белгісі. Кеудең босап қалады. Жүрекке мейірім керек, қуат керек. 13. Жақындарыңызға жиі ашуланасыз, ұрысасыз. Күйеуіңізге, балаңызға, ата-анаңызға ренжи берсеңіз, мұнда бір гәп болған. Ет жақындарыңыздың еш кінәсі жоқ. Сіздің құмыраңыз бос қалды. Зардабын олар тартып жатыр. 14. Ешкімді көргіңіз келмейді. Араласқыңыз келмейді. Негізі әйелдер сөйлескенді ұнатады. Біреулер тек жақындарымен, біреулер жұрттың бәрімен. Бірақ әйел мүлде сөйлескісі келмесе, бұл үнсіздік көп сағатқа созылса, онда бірдеңе дұрыс болмаған. 16. Бар ақшаңызды өзгелерге жұмсайсыз. Жалақыңызға, күйеуіңіз әкеп берген ақшаға тек азық-түлік аласыз. Қызыңызға көйлек, ұлыңызға лего, күйеуіңізге жейде, үйге перде. Осылай ғана. Ақша бітті. Өзіңізге ше. Ештеңе ұнамады. Ақша жетпеді. Өте қауіпті симптом. 15. Өзіңізге қарағыңыз келмейді, шаш тарағыңыз келмейді, кірлеген киіміңізді шешкіңіз келмейді. Әдемі көйлек киюге ниет жоқ. Қасыңызды термегелі біраз бопты. Бетіңізге жақпағалы да, бұл шаршағанның асқынған белгісі. 17. Ештеңе істегіңіз келмейді. Дүкенде де ештеңе ұнамайды. Көйлекте, аяқ киімде. Сізден не сыйлайын деп сұраса, білмеймін дейсіз. Байқаңыз, дабыл қағыңыз. 18. Өзіңізге ұнамай қаласыз.
мұндай денеге ештеңе лайық еместей көрінеді. Бетіңізді бояғыңыз келмейді. Шашты өруге, түйуге құлқыңыз жоқ. Айнаға қарамай жүре бересіз. Суретке де түспейсіз. Бұл да белгі. Сырт әлпетіңізді әдемілеуге құлшынысыңыз жоқ. Өзіңізді жақсы көруге уақыт қиыңыз. Әдеміленуге құлшыныңыз. 19. Қатты алаңдау, күйгелектену, бәрін қадағалауға тырысу, үнемі уайымдап, не боп қалды екен дей беру, жан дүниеңізді босап қалғандықтан. 20. Ыңғайлы киім. Ұнайтын киім демес. Ыңғайлы болсыншы деп таңдайсыз. Үйді әктеуге, итпен серуендеуге, еден жууға, әйтеуір бұлғап алудан қорықпайтындай киімге әуестік. Сіз бөтен аялдамадан түсіп қалған секілдісіз. 21. Там жылдам қимылдайсыз, өмір сүріп жатқандай емес. Ажалға асыққандайсыз. Үй, жұмыс, балабақша. Тіпті жуынғанда да әскердегі сарбаздар құсап жуынасыз. Осыны байқасаңыз, асықпаңыз, сабыр етіңіз, дем алыңыз. 22. Саңнаңызда жасауға тиіспін. Тым боп кетсе. Анаған ананы, мынаға мынаны, басқа жолға түсіп кеткендіктің белгісі. 23. Бәрін өзім істеймін, бәрін өзіңіз істегіңіз келетін ниет туса, біреу емес, 10 болғанында, бәрін үлгергенімде десеңіз, өзгеден көмек сұрамайтын болсаңыз, жинаған күш-қуатыңызды тез сарқып аласыз. Бәрін өзіңіз істегіңіз келе ме? Онда өз жан дүниеңізді де өзіңіз толтырыңыз. Дәл осыны сіз үшін ешкім істемейді. 24. Талқылау мен айыптау. Біреуді жамандағаныңызды еске түсірдіңіз бе? Үкіметті айттыңыз, көршілерді. Сізді жамандап, өзін біліп алмайтын пәленшенің әйелін де ұмытпаған шығарсыз. Осы сөздерге бар күшіңіз кеткенін біліңіз. Айтқан кезде көңілді болуы мүмкін, бірақ артынша қуатыңыз сарқылып қалады. Осы айтылған белгілер бойыңызда бар ма? Онда тезірек өзіңізді жақсы көруге уақыт бөліңіз. Ешбір кінәлаусыз ваннаны ұзақ қабылдап, табиғат аясына шығып серуендеуге мүмкіндік беріңіз. Лаж болса, жалғыз қыдырған жақсы. Кітап оқыңыз. Көрем деп жүрген екілі фильмді көріңіз. Өзіңізге жағатын, ел үшін пайдасы жоқ бірдеңе істеңіз. Негізі сол пайдасыз нәрсенің пайдасы ерен. Егер осы істің пайдасы жоқ деп елдің жетегінде кетсеңіз, көп нәрседен ұтыласыз. Көбін істеу керек, тиістісің, міндеттісің деген режимде бірнеше жыл өмір сүрген келіншектер ертеден кешке дейін жұмыстан бас алмайды. Осы мерзімдегі сарқылған қуатты 2 апта теңізге барып демалған кезде толтыра аламын деп ойлайды екен. 1 жыл өзіңді тұйық шеңберді ұстайсың да 2 апта демал, бос қалған жан дүниеңді толтыра салмайсың. Бар күш қуатын сорып алатын ондай жұмыстардан өз еріктерімен кетіп, 2-3 жыл үйде бос отырған әйелдерді білем. Мүлдем ештеңе істемеді. Ұйықтайтын, тамақ жасайтын, ішті жеумен көзгізетін. Деградация ма? Жоқ, олар бойындағы күш қуатын сарқып қойған. Жан дүниеңде беретін ештеңе қалмағанда біраз тынығу шарт.
ағза шыдамайды. Сәл демалып сол үшін өзіңді кінәламасаң, бәрі қалыпқа келеді. Өзіңді күтіп, баптап, жақсы көріп бағаласаң, дегенмен ең дұрысы өзіңді мұндай тоқыраға ұшыратпау. Бүкіл жүйенің тоқтап қалуын күтіп жүре бермеңіз. Көлікке де уақытылы жөндеу жүргізеді, ал сіз өзіңізді күтіңіз. Әрбір белгіге ықтиятты болыңыз, жан дүниеңіз жандарына толып тұрсын. Сонда өзгеге қамқорлық таныту оңайға түседі. Әсіресе жұмыс үйде тыным таппайтын, өзін айнадан көрмейтін аналарға айтылатын кеңес. Айнадан өзіңізді көрмей жүрсеңіз, өзгені қалай бақыт етпексіз? Бұл белгілер білінді ме? Өзіңізге уақыт бөліңіз. Өзіңіздің жедел жәрдеміңіз өзіңіз болыңыз. Авторы Ольга Валяева. Аударған Шынар Әбілда.